Сәлем достар, менің атым Айжан. Бүгін біз сендермен қосуды үйренеміз. Екі таңбалы сандарды бір-біріне қосқанда қанша шығады екен? Ал енді оңайынан бастайық. 14 қосылған 25. Ол үшін біз артқы сандардан бастаймыз. 4-ке 5-ті қосқанда қанша болады? 9. Тура осының астына 9 деп жазайық. Көрініп тұр. 9, міне 4 қосылған 5, 9. Ары қарай 1 қосылған 2 қанша болады? 3. 3-ті де тура осының астына жазамыз. Міне 14-ке 25-ті қосқан кезде бізде 39 саны шығады екен. Тағы да бір есеп шығарып көрейік. Келесі есепті шығарайық. 35 қосылған 45. 5-ке 5-ті қосамыз, артқы жағынан бастаймыз. Бізде қанша болады екен? 10. 5-ке 5-ті қосқанда 10. 10 деген санның 0-ін жазамыз, 0 деген санды. 10 дегенде бізде 1 деген сан бар. 1-ді біз бұнда жазбаймыз. Ол бізде ойда болады 1. Келесі 3 пен 4-ті қосқан кезде бір-біріне 7 болады. Бірақ бізде мына жерде бір ойда. 7-ге 1-ді қосамыз, сонда бізде 8 болады екен. Міне, тағы да қайталайын. 5-ке 5-ті қосқан кезде 10. 10 санының 0 деген санын жазамын, бірақ 1-ді жазбаймын. 3-ке 4-ті қосқан кезде 7. Сол 7-ге 1-ді қосамыз. Себебі ол осы жерге жазылу керек еді ғой. Міне, қосқанда 8 шығады. 35 пен 45-ті бір-біріне қосқан кезде 80 деген сан шығады екен. Калькулятормен тексеріп көрсеңіздер болады. Күніге осылай 2 есептен шығаратын болайық. Бізді әрқашанда қарап жүріңіздер. Келесіде қосудың біз қиынырақ сандарын аламыз. Сау болыңдар, балалар.